саламатлық кіреуі. Инсан өмірінде саламат болуы қаншелі ахметлі екенін бәршеміз жақсы білсек те, оған ахмет қарата бермейміз. Арамызда сондай инсанлар бар, олар саламат тұрмыс тәрізіне толық әмел етеді. Әр таң құяшпенен бірге оянатығын 68 жасты қарсы алған Қуат ағаның күнделікті тұрмысы көпшілікке үлгі бола алады. Ол инсанның өмірі әпуайы, яғни күнді азанғы дене шынықтырудан бастайды. Ол 20-30 минут давамында жеңіл шынығулар істейді, дем алу шынығуларын орылайды. Жылдар базар тұратын ек. Соғақлары қыстың күндері базар тұрғанда үстіме тон киіп, аяғыма байпақ киіп тұрсам, бір өтіп баратқан ғалыр айтты, сен балам ауырасаң деді. Сосын мен хайран қалдым. Мен қалай ауырама жаңағыдай, үстімде ыссы болса, аяғым ыссы болса, неге? Сөйтіп бәрде менің аяғым аязлап басады. Сөйтіп аязлап ауырып бастағаннан кейін мен ойландым, о, бұл неге бұқар айтты дедім. Адам қыстың күні тоңу керек екен, қалың киінуге болмайды деген негізінде. Жаздың күні ыстыға кию керек екен. Соларды азырақ түсініп бастадым да, недеген аяғым ауырып бастады. Жаңағы майдың ішінде аяғым аязлап бастады, сонан кейін ауырып бастады. Оған бұрыш жағып көрдім, мені шыдатпады ешқандай. Сонан кейін бір күні бір кітаптан оқысам, мұздай сумен емлену керек екен де адам. Мұздай сумен емленсең. Сөйтіп қалын еткен мұздай суды қоямын, азанда шығарып, сөйтіп силеге салып тұрып аяғыма орап қоямын, екі аяғыма ораймын. Сонан аяғым әдеп тоңады. Кейіннен қызып бастайды да, терлеп бастайды. Сөйтіп кейіннен бұлыңым несін неғылдым да, кейінен суға шомылуды оқыдым. Қарасам, суға шомылуым 22 июньнан бастаған екен да. 22 июньнан бастап мен өзімді неге қалыптастырып басам да, табиғаттың несінен. Күнде соғақтан бастап шомыла беремін да. Сөйтіп мұз қатқан шомыла беретін болдым. Әр дайым сөйді шомылып, мына үйім Қызылкеннің бойында, Қызылкен каналының бойында. Сол сөйтіп маған жүдә жақсы болды. Әлбетте өзіңіз көріп куәсі болғаныңыздай Қуат ағаның тетік, өмірге толы болуы, жас жігітлерде жеңіл әрекетленуінің тикарғы сыры, оның белсенді тұрмыс тәрізі, тұрақлы физикалық әрекеті һәм позитив пікірлеуінде. Бұрын мен 87 жылы Сочиге курортқа барғанымда көретінмін де, бұл кислородта адам қанына алдыру үшін һәм уақытта мына судың бойында жүргенде су бізге кислород бөліп береді екен. Сол бөліп берген кислородтан біздердің қанымыз жақсы рәтленіп азықланады екен. Сол себептен ол және оның бір жері Сочиде жүргенімде Еромика деген бір әйел врач айтып еді, сіздердің бір ең жаман әдетіңіз бар, түнде 11-де палау жүріп жатасыз, сосын организміңіз жеңе алмайды, қартаю һәм жаңағы ауруға бейімлесіп бастайсыз. Сіздер семіріп бастайсыз сонда. Мен сонам 87 жылдан бастап жаңағы кеште ауқат жемеуді, соларды үйрендім. Оның кейін суға шомылғаннан кейін маған жүдә жақсы не болды. Еш уақытта жаңағы азанда ерте тұрамын, сөйтіп болып шомыламын, сөйтіп болып кейін жұмысқа кететін болдым. Жылда істейтінім де. Бір күндері шомылып атсам, мына пандемияның уақытында жаңағы бір екі гвардияның баласы келіп суретке түсіріп жатыр екен. Ол суретке түсірмеген. Я аға, сен октябрьдің ақыры мынау қалай суға шомылып атсаң, ол хайран қалып жатыр. Еш жерге не қылмаймын, сен өздеріміз көру үшін алып жатырмыз деді. Енді таңғы 4-тің уақытында, октябрьдің ішінде ғой. Сонда шомылғаным олар хайран қалып жатыр. Мен қорқып қалдым олардан. Мен немен үстімді кеп тұру үшін сыртта секіріп жүрмін асфальт үстінде, Қызылкеннің бойында. Соған олар қызығып қалды да, неге азаммен не жүрсіз? Ем үшін шомылып жүріп сонда деп айттым да. Сондан кейін олар қызығып бастап жаңағыдай суретке түсіріп не қылып бастады. Бәрхама шұғылданатын болдым. Адеп уақылар жаңағы азғантай жүрдім. Кейін өзімді үйретіп, қазір енді күніге орташа 17 километрден кеп тұрып та жүргенім. Кейде 30 километр болады. Оны әдеп кем-кемнен үйрендім. Сөйтіп әзір жақсы. Қуат ағаны көрген әрқандай адам жасына қарамастан, оның бойындағы жеңілмес рух һәм спортқа болған мұхаббатына тән береді. Әсіресе оның жастар қатарында марафон жарыстарында белсене қатынасып жатырғаны тек қана мақтауға лайық емес, ал көпшілікке ilham бағышлайды. Спорт университетте мен комендант болып істеп жүрген ақыларда сен неге қатынаспайсың деп сөйтіп бірінші рет Ташкендегі марафонға әкетті. Сөйтіп Ташкентте жаңағы Буньяткорда біздер сөйді жүгірдік та 800 метрге. Соғықта да жақсы не қылды. Ол жерде тек арғы несі, ол жерде қатынасып өгенде сөйді біздер әдеп барған ақылармен
олимпийский чемпион біздердің жасым соқта 60 дедім да мен, жасым 60 деді. Олимпийский чемпион және біреулер жүгіріп жатады. Мен айттым, жүгірмеймін мен, бұлармен қалай жүгіремін мен? Еш олардың арасында қарасам, олар жүгіріп болған адамдар екен де, олар жүгіре алмайды екен деді. Сөйтіп олардың кейіннен жүгірсем, бәрінен өтіп, үшіншіме болып бардым да сонда екен. Қарасам, олар баяғы мен шұғыланып тоқтатып тастаған адамдар екен де. Мен еле шұғыланып жатыр екенмін. Мына Туран стадион бізге қарайды, Туран стадионда шұғыланып кейін Ташкентке барып, Ташкентте жақсына мен келдік те. Нәтижелермен. Ондан кейін барса келмес, Дусканде үлкен марафон өткөрілді. Сондай барлық елдің қатынасы 42 километрлік марафон ғой. Нигериядан бар, Нигерияның адамдарымен бірге жүгірдік. Солар бізге қайта мотивация беріп, мен 5 километрге жүрдім да. Сонда қасымда жүрді жаңағы Нигерияның адамдары. Сөйтіп олар жаңағы біздермен сөйлесті. Соқта ана 5 километр мен 10 километрге жүгірді. Ертеңіне олар 42 километрге жүрді да барша келместі. Өткен жылы эпподромда болған студенттер арасындағы марафонда қатынасып, онда да үлкен жас үлкендер арасында ең үлкені болып мен жаңағы бірінші орынды алдым. Өмірде шекаралар жоқ. Егер қалесеңіз һәмбе нәрсеге ерсе аласыз деген ібара хақиқат. Себебі Қуат аға сияқлы инсанлар бізге барқұлла алға ұмтылу, ешқашан жеңілмеу һәм өмірдің әрбір мәуірітінен зауықлану керектігін еслетіп тұрады.